шок, мынаны қараңыздар. Мына не жеңілде? Күтпейінші. Қайдан кел? Кім? Мама! Оқиын ба, оқымайын ба? Жаным мөлдір. Осы адресте. Айтпай. Масқыр. Сюрприз деп осындай. Мама, я в шоке, девочки. Алматыдан жалынды сәлем достар. Іс-сапар деп жатқаным ол, киноның жұмыстары. Кинопаркқа барам, келісім шарттар, уақыт белгілеу, тағы да басқа. Жұмыс деген толып жатыр екен ол жақта. Бұйырса 20 қарашадан бастап шай в большом городе. Это книга про вас. Мы сами написали книгу. Вау! Не дейін? Мама, жүрегім тікет. Мөлдір Мұлқан. Қашан? А? Мамочки, қалай? Вот. Баспадан. Ой. С детства бәріміздің бизнес. Вот. Привет, мам. Бұл кітап әдемі айым Айару Нұриман Райбек және Жібектің артынан сіздің туған күніңізге кішігірім естелік. Да, Бұны кім ойлады? бәріміз. Мен үшін ана сөзі өмірімдегі ең қымбат Бәрі Анам әрдайым мені қолдап қиын сәттерде үй береді. Оның мейірімі мен қамқорлығы мені бала кезінен қоршап келіп, тек қана сіз деп жүгінемін, себебі бұл құрметтің белгісі. Ой, мама, мен мынандай нәрсе көріп тұрмын. Жаным. Мама. Классно, да? Балалар жазып қойған барса телефонды. Сол үшін телефон сұрадыңыз ба? Жандарым. Иә, сұрағам. Ракон телефон жоқ, сол ракон жазбаған ғой. Ең күшті сыйлық болды. Жаным. Мен кім ойлады мұны? Вот әдемі үшеуміз түсіндер, әдемі тілдес книга сделала. Жаман достар болса, олармен дос болмады. Сен өзің ойладыңдар ма соның бәрін? Бәрі өздерінің сөздері болып тұрған. Кішкентай кезімізде бері соңында өзімізге ұнаған бағытпен жұмыс жасап жатырмыз. Мен анады мақтанып, анам менен. Өйткені біз сабақ жақсы оқимыз. Она учила нас, если тебя ударит, то удар в ответ. Это я писала? Сен айттым ба? Я. Когда у нее не было настроения, она нам этого не показывала. Когда она продала наши вещи за 2 миллиона, им то же самое, что Вадим. Мне полететь в Польшу, дейді. От лица Нурима, когда она разрешила мне полететь в Барселону, дейді. Тиктоктан бәрі киімдер зат. Негізі тиктокты сатпаймын. Ақшаға десең, осындай. Ол кезде бірақ шынымен де сондай жағдай болып тұрған болатын. Мы показываем свою любовь маме обнимашками күнде дейді. Сіз анаңызға соңғы рет қашан мен жақсы көрдім деп айттыңыз. Әдем Адикош, аяқ люлю, нүни, ракош, жібек, жива. Телефонды шырықтаңдар. Әдемі китайский сумкадан көйлек дейді. Анаңыз сізге ерекше есте қалған маскарадқа арналған қандай костюмді жасауға көмектесті. Әдемі китайский сумкадан көйлек тігіппіз. Айым күз қаншайына көйлек тіктіріп бірінші орын алған болатын дейді. Мәмнің бәрі мен ұмытып қалдым уже. Есімде бірақ анда сендер қалай ұмытпағансыңдар.
біздің мерекеге арнап жасаған заттар және менің әдемі тіккен көйлектерім, айымнан жасаған открыткалар, аярод тоқыған заттар, Нұрима жасаған қолөнер заттар, айымбектің суреттері. Айым кішкентай кезінде Аяла деген әнге жылайтын, соны еске алып күліп отырмын. Аяла деген қосқан жылайтынсың сен. Біз барлығымыз қатты өнерліміз, әш етістігіміз іліп, инстаға салып марқайып отырады дейді. Мамин, нешті күштесі киіндіретін қызыл көйлек болса, барлық қызыл нәски банчик колготки всегда модница болып жүретін. Біріншіден білмеймін, бірақ көп сөздер дұрыс айтпайтын. Кола қарасу жұмыртқа жұқалама деп айтасың дейді. Дубайда Джейла концертте дейді, мама үйге кезі күннің нұры шуағын шаштың тұрған әсер береді, мамасы өте бос болып тұрады дейді. Шкафты шашып тастап жина дейді, и все жинайсың. Сіздің анаңыздың тұрмыстық әдеттерінің қайсысын болашақ үйіңізге қайталағыңыз келеді дейді. Мен қыздарым үйінде барғанда енемен баняға бару дейді. Шучу, әр қонақты бос қолсыз кетірмеу, обязательно бір подарок беру дейді. Құлақты сырға қал. Сіздің отбасыңызда ғана тән тұрмыстық өмірдегі қызық нәрселер. Құлақты сырға салу кезінде тестіру. Я қыздарымыздың құлақтары тесік емес, құдалар кигенде өздері тезеді. Сіздің анаңыздың үйге мерекелік көңіл-күй қалыптастыру үшін не істейді? Тикток түсіреміз де. Негізі мама үйде күнде мереке болып жатқан сияқты өткізеді. Музыка, тамақ, жақсы көңіл-күй дейді. Ресторан бар, семейный ужин жасаймыз. Красивая, добрая, яркая, восхитительность. Ой, маму любят все. Все они говорят только хорошее, потому что она всем желает только хорошего и видит только плюсы в человеке. Сезонно бейтанца, например, қалай сипаттайды. Самая красивая девушка, которая не любит бездельничать, всегда что-то делать в душе компании. Мә бәрі жазғандар, біз сізді қатты жақсы көреміз. Біз үшеуміз мамаға тартқанбыз, өмірді тыпырлап бірдеңе жасап жүреміз, күлкімізде түрімізде мамаға қатты тартқан, үлгермей жатқан кезде немесе срочно бірдеңе болып қалған кезде жан жаққа қарап жүгіру дейді, дірілдеу дейді. Олай. Сөйтем ба? Сіз қандай ортақ хобби немесе іспен айналысқан жақсыз? Билеу, тикток түсіру дейді. Соңғы бірге өткізген демалыстар Дубай 5 күн біз үшін өте күшті, ашық көңілді дос демалысы. Біз одан сайын жақын болып, көп сөйлесіп қатырдық, Джейла концертіне бардық, от души билеп, өлең айтып, көңілді уақыт өткіздік. Біз сізді жақсы көреміз. Соны рахмет. Әдемі Айым, Аяру, Нұриман, Ракон, Южандар. Міне маған ұқсайды. Міне маған ұқсайды. Міне. Рахмет.